Al мінекей, еңбектеніп асфальтқа алып келдік 3 метрлік. Не істейін деп жатырмық біз? Баяғы батыс су арнасы. Бұл баяғы қоғамдық бақылау. Баяғы батыс су арнасы. Заң бойынша ішіне кіре алмайды екенбіз. Ресми біз сыртынан қарай аламыз. Сыртқа анализ дейді бұны. Бісміллә. Ал кет. Алға. Сен бойыңызың. Мұқайын сен. Бір жағын ұстап тұр, бісміллә. Әрине. Видеода құлап атпайды. Құламайсың. Қалық қатпайды. Қалық үшін бәрі. Ал көріне ме? Ал түсіре қой онда. Бісміллә. Көріп отырсыздар, халық үшін не істемейсін? Мына көріп отқан, жаңағы айтқан резервуарлар, яғни бөшкілер, су сақтайтын. Бұны Орал қаласының әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев өзінің білімін, жанкешті еңбегін салып жүріп, үкіметтен ақша бөлдіртіп, шашаған Деркөл халқына осы су сақтайтын бөшкілер керек деп ақша бөлдірткен болатын. Жанын салып жүріп, Жандос Дүйсенғалиев деген. Енді не болды? Алып келді, ал мына бөшкілердің тұрғаны 3 жыл болды. 3 жыл бойы шіріп бостан босқа тұр. Оған кім кінәлі? Кім кінәлі? Қайырлы күн, ағайын, Батыс Қазақстан облысының тұрғындары, әсіресе Орал қаласының халқына айтар Мұқай екеуміздің сәлеміміз бар. Мұна тұрған жеріміз Батыс су арнасының территориясы, міне қоршалған, биік дуал бар. Бұл жерден тоқ өткізіп қойса да мүмкін. Ал енді сіздер экраннан не көріп тұрсыздар? Бұл көріп тұрғандарыңыз сары, ұзын келген су резервуары, яғни су сақтайтын бөшкелер, қарапайым тілмен айтқанда. Мына қаралары бетіндегі қақпақтар. Мына жерде міне біразы жатыр, көрсетіп жатырмын сіздерге, көріп жатсыздар ғой. Сосын мынау міне ғимараттары Батыс су арнасының өздерінің. Мына жақта тағы жатыр. Google картадан жаңа қарадық, қазір видеоға саламыз сіздерге. Бұл жерде 43 дана су резервуары жатыр екен. Резервуарлар, яғни бөшкілер, су сақтайтын. Бұны Орал қаласының әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев өзінің білімін, жанкешті еңбегін салып жүріп, үкіметтен ақша бөлдіртіп, шашаған Деркөл халқына осы су сақтайтын бөшкілер керек деп ақша бөлдірткен болатын. Жанын салып жүр, Жандос Дүйсенғалиев деген. Енді не болды? Алып келді, ал мына бөшкілердің тұрғаны 3 жыл болды. Енді бұл жерде сұрақ туындайды, жақсы енді Жандос кім кінәлі? Дүйсенғалиев 22 жыл алған екен. Бірақ ол алып, мына Батыс су арнасына су резервуарын халыққа су тарату үшін, су бөшкілерді пайдалану үшін 329 миллионға алды. Сосын Батыс су арнасына берді. Кінәлі бұл жерде біздің ойымызша Ануар Аркенов. Яғни 3 жылдан бері бюджет қаражатына 329 миллионға алынған 43 дана Орал қаласы тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін сатып алған көлденең резервуарлар бостан босқа 3 жыл бойы күннің астында, қыста аязда жатыр деп есептейміз. Міне дәлелін сіздер қазір көріп отырсыздар. Бұл біздің қазір сәлеміміз тексеру комиссиясы аудитқа, прокуратураға және ұлттық қауіпсіздік комитетінің жанындағы антикор, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне арналады. Әсіресе оның ішінде прокурорларға. Соңғы рет ақшаны осы мына бөшкелерді сатып әкеліп берген аю жеке кәсіпкері Светлана Трубачеваға 4 қараша 22 жыл аударылған екен. Яғни 3 жыл бұрын күннің астында, аязда, қысы пайдаланылмай жатқан су резервуарларында не болуы мүмкін? Микро сызық дейді, микро жарық дейді, яғни бұзылып, қазір уақытта енді пайдаланса, ол пайдаға аспай қалуы мүмкін. Сондықтан да 329 миллионның бюджет қаражатының тиімсіз жоспарланып, тиімсіз пайдаланылмай осындай жатуы
бұл Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес не әкеледі? Жауапкершілік туындатады. Оны енді барлығын сіздерге міне толтырып енді айтпай ақ қояйық. Бұл жерде бюджет кодексінің заңы бұзылып тұр. Бұл жерде мемлекеттік сатып алу заңының қағидаттары бұзылып тұр. Және де әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 234 прим 1 бабына сәйкес бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және де тиімсіз пайдалану үшін айыппұл көзделген. Осы видеодан кейін біз тиісті хатты Мұқан екеуміз органдарға жолдайтын боламыз. Кесірінен әр қарта тиісті бағасын құзырлы органдар береді. Артық айтпай ақ қояйын. Бізден осы мәселе бойынша қорытынды күтіңіздер, жауабын береміз. Және бір қосып өтетіні 329 миллион пайдаланылмай тұр. Бөшкелер далада жатыр. Ал жауапты тұлғаны жауапқа тартайық. Егер органдар қорықпайтын болса. Медициналық ауруханаларға мысалы операция жасайтын басқа да құрылғылар алады ғой. Тұрып қалады, талай біздің прокуратурада жұмыс жасағанда талай анықтап жүрдік. Бұл да сол сияқты ғой. Бірақ ол жерде де мысалға адамның өмірі мен денсаулығына әсер ететін заттар болса, бұл да солай. Ал су алдында айтқанда тіршілік көзі. Адамға ең бірінші су керек. Сондықтан да мынаның өзі былай айтқанда өте масқара зат мына жерде. Бостан босқа күннің астында шіріп тозып жатуының өзі. 329 миллион деген ол аз ақша емес, ол ақшаны бөлдірту үшін де кәдімгідей үлкен бір дәлелдер келтірді ғой. Халыққа керектігін дәлелдеп, көзін жеткізіп, бүткіл жаңа үкімет солай емес пе? Не айтқанын білмеймін, енді керек нәрсе болғасын алдыртты ғой енді. Сосын бұл Зачаганск екен, осы Деркул микрорайонына арналған болу керек осы кезінде сатып алғанда. Бұны біз нақтылаймыз. Нақтылаймыз. Фактілері осы бой алдыра бастады. Маған жекеме жазып, қорқытып, үркітіп, қоқан-лоқы жасап, соттаймыз, ұрып соғып кетеміз. Сондай түні бойы жазып, қорқыту басталды. Жалпы қанша анонимді парақша болғанмен Instagram, Facebook, әлеуметтік желі ғой, оның бәрі де енді методына тіркеліп тұрған нәрсе ғой. Ол ID нөмірмен табылады. Сіздер оған енді жалпы жазып отқан адам оны ноутбуктан кіреді, телефоннан кіреді, планшеттен болсын, ID нөмірі бар, оны 5 секунд қазір тауып алу. Егер бұл енді қойылмайтын болса, онда арыз жазылып фотоларын шығарамын да, міне деп көрсетіп салып жібермін, масқараларын шығарып. Қоймайтын болсаңдар, не болды? Түні бойы ұйықтатпайсыңдар, жаза бересіңдер, қорқыта бересіңдер, үркіте бересіңдер. Мен ел үшін жүріп қой біздер. Мынау болса, көріп отырсыңдар жаңа 300 миллион ақша, 329 миллион ақша талан-таржыға салып жатыр. Ондай нәрсе ме? Ерің жоқ, ешкім жоқ. Сен Әнуардың досы болсаң, құдасы болса, мен түк шаруам жоқ. Әнуарды мен өзінің жеке басында түк шаруам жоқ. Шыны керек. Ал ескерттім ал, аямаймын ал. Дұрыс қой? Иә. Аямаймын.